Ассалаумағалейкум ағайын, қалайсыздар? Мал-жандарыңыз аман ба? Бүгін Тихон екеуміз атқа отырайын деп көптен бері атқа отырмай қалдық жылқыға. Сұрғожек деген және де Ханторы деген інжектердің аттары ғой. Соған отырайын деп. Күн керемет көктем сияқты болып тұр. Қазір ерлеріміз мін жатыр. Қорадан шығып аттар ертіп мінетін боламыз. Біздің бірге болыңыздар, каналға тіркеп қолдап отырасыздар. Қызықты оқиғалар болса, қоян бірдеме шығып отса көрсете тұрамыз ғой. Поля деген жетім қауым, бұзаулар күрендердің арасында өсті. Кебек жем жеп, өлімнен тірі қалып қойды. Сол лесеме қараймыз. Ал Сұрғожек мына жерде жер жаман. Алдында тағы бұғым. Бұқталмаймыз бізде. Шөп соққан шөпке жатады. Тихон ертте отыр. Мен ерім мына жерде. Қазір ертетін болам. Мен атымды ертіп болдым. Жақсы керек. Шығып өткен екен. Ал Тихон палуан Ханторға отырды. Көптен атқа отырмай қалай екен. Биыл 2023 бірінші рет отырып отыр атқа. Тихон екеуміз жол шығып жатыр. Қорадан шықтық. Қасымызда Алақар деген ит бар. Қорғаш иттік. Анда-сында шығып тұрған жақсы бұл. Сонда айтсам қорада жылқы тұр. Мінетін уақыт жоқ. Біз қайта демаламыз кейбірде. Анда-сында шыққан жақсы деп шығып жатқанбыз. Маған біз жақта қоян нелер бар ба? Көреміз. Камераның ілінеді, тұрып қараймыз ғой. Ат үстінде әңгімені айтып көтірік. Атқа отырған пайдасы туралы айтып көтірік. Кешке екеу-үшеу деп өтірік жігіттер. Ал осындай қарлы жерлер, күштік қар қоян іздері бар. Алақаран жерде жүр. Өзі алы. Қасқырын зөр сияқты. Итмен жүре келмеген шығар, қасқырын зөр. Күл ғоны өртенген жер. Кезінде үш жер нар қамыс болды. Мына бәрі қамыс болды үш жер. Өртенген қазір. Күл қиналып кеткен. Топырақ почти. Күл емес. Ал Бірғазан деген елді мекен көл кезінде. Су болды үш жерде. Қыста балық аулайтын едік үш жерде. Адам бар ретінде су болды. Үш жерде ау құрып үйшік құрып балық аулап кезінде. Қаздым жоқ. Құрақ болды үш жерде күрендер үш жерден құрағын жеп сүт беріп жүрді. Бірден көрген сияқты. Бірден көрген сияқты болды. Бұйырса енді осы жерде жазда су келеді деп жатыр, енді көреміз. Жоғары жақтағылар су әкелеміз дейді. Жайықты өзен су болады деп өте беріп жатыр енді. Жоқ, сүрініп көтір. Жылғар көптен бір жүрінбеге сүрініп келетір. Осындай жағдайлар. Алағар бірдеңе бар ма? Ескеле жүр. Мүмкін тамаша болып жатыр. Ол кезінде малдың боғын қоқысын тасып өш жерге жол салғанбыз, трактормен тасып. Жан-жағы қамыс болды бағай. Байдың меже су болды өш жерге су тартылып жүрген кезде. Осы жол болды, бик. Бұл жерде қайық бар еді. Бұл жерде азмас су өтеді дедір. Ол да жоқ. Бұйырса болар енді. Күтеміз. Бірғазан жырасының жыңғылдары. Алысы жыңғыл, бірақ қояндар осы ішінде өт негізінде. Тазымыз жоқ, таз болғанда қоянды алып шығарады. Таз ұстауда ол да өнер ғой. Кейкілерін ұстай үйретіп жүр.
Қалақыр жүр. Іскелеп жүр өйтір білдеме. Міне азын жоғын бір кішкентай муляжымыз бар. Шерек серке тартып отқанбыз. Түспей қалды.